Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге Маклюбе тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен етті кесектеп турап аламыз, одан соң көкөністерді тураймыз. Картопты видеода көрсеткендей дөңгелек етіп, қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа етіп турап аламыз. Бірінші етті қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, үстіне су құйып 20 минуттай пісіріп аламыз. Ет піскенше табада көкөністерді бөлек-бөлек қуырып аламыз. Ал енді маклюбені жинаймыз. Бірінші пиязды саламыз, үстіне піскен етті саламыз. Одан соң қуырылған картопты үстіне сәбізді саламыз. Көкөністерді салып болған соң үстін жақсылап басып шығамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Енді күрішті саламыз, үстіне дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Күріштің бетін жауып тұратындай су құйып, баяу отта 30 минут пісіреміз. Піскен соң табаққа аударып, жанына салат және айран қойсаңыз болады. Маклюбе өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл тағам өте оңай жасалады. Сіздермен болған Назерке. Егер видео ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.